енді кез келген үміт, яғни адамның ойындағы, санасындағы, армандағы, қиялындағы дүние, бұл енді ешқашан жойылады деп ойламаймын. Сондықтан да біздің еліміздің болашағы қай жағынан болса да жарқын деп айтуға болады. Бірақ оның жарқын болуы қазіргілеріміздің жұмысына байланысты. Яғни дұрыс бағытта білім бере алсақ, дұрыс бағытта тәрбиелей алсақ, дұрыс бағытта үйлестіре алатын болсақ, біртіндеп 30 жыл бұрынғымен салыстырған кезде әжептәуір деңгейге көтеріліп қалдық. Енді тәуелсіздіктің жаңағы бүкіл тарихы бірге қалыптасып жатқан азамат ретінде біз бұдан хабардармыз. Сондықтан да жастардың, соның ішінде білімді азаматтардың, діни білімі бар азаматтардың қоғамда ақырындап бой көрсетіп келе жатқан жағдайлары бар. Сондықтан болашақта бұдан да жақсы болады деп үміттенеміз. Әрине конфликтілер, қайшылықтар, қарама-қайшылықтар, артқа тартушылықтар, болмаса кеудеден итерушіліктер бар. Бірақ соған қарамастан азаматтар өздерінің миссиясын, функциясын, міндетін атқарып жатыр деп айтуға толық бар. Сол себепті де болашаққа әр уақыт үмітпен қараймыз. Ең соңғы өлетін нәрсе үміт дейді.